Сәлеметсіздер ме? Мен осындай мамандық бар компетенциясының қатысушысы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің 2-ші курс студенті Рахимбекова Диана Ермековна боламын. Жалпы қазіргі таңда әр бизнес орталығы сайттарға тәуелді, ал осы сайттарды құрайтын веб-бағдарламалаушылар немесе веб-әрлеушілер болып табылады. Ал осы қарапайым сайттар уақыт өте келе танымал болу және әр жарнамадан түспеуінің басты себебі неде? Жауабы қарапайым. Ол веб-аналитик мамандары. Аналитик сөзін естігенде біздің ойымызға бірден әртүрлі формулалар, есептер келеді. Аналитиктің жұмысы осы формулалар мен есептермен байланысты. Дегенмен де, сонымен қатар веб-аналитик бізде әртүрлі дизайндармен және актуалды тақырыптармен жұмыс жасайды. Қорытындылай кетсек, яғни қарапайым тілде айтсақ, веб-аналитик ол есептер әлемі мен дизайн әлемін біріктіре алатын керемет мамандық болып табылады. Келесі кезекте біз веб-аналитиктерге қойылатын сұрақтарға тоқтала кетсек. Веб-аналитик сатулардың өсуі және сайттың табысты дамуы үшін есептеуді жүргізетін адам болғандықтан, ол компанияға бірден-бір керек адамдардың бірі болып табылады. Ол сайт беттерінде есептегіш кодты орнату арқылы немесе серверлерге журналдарды талдау қызметін орнату арқылы жұмыс жасайды. Веб-аналитиктердің маңызды қасиеттерінің бірі табандылық, зейінділік, жауапкершілік және орындаушылық болып табылады. Бастапқы веб-аналитик үшін негізгі білім мен дағдылар ол бізде біріншіден Яндекс Математика, Google Analytics пен жұмыс жасай білу, екінші call tracking жүйесімен жұмыс істеу дағдыларын білу, үшінші интернет-маркетинг негіздерін білу, төртінші статистика деректерімен және жоспарлаумен жұмыс істеуді білу болып табылады. Қорытындылай кететін болсақ, не үшін мен бұл мамандықты таңдадым? Қазіргі таңда онлайн маркетингтің қарқынды дамуына байланысты веб-аналитик мамандығы актуалды мамандық болып табылады. Назарларыңызға рахмет.